Ассалаумағалейкум ағалар. Бізде қонақта белгілі айтулы айтыскер ақын Біржан Байтуов ағамыз және де кәсіпкер онлайн танысу қызметін атқарып келе жатқан сенімді компанияның басшысы Бақытжан Нақып. Жаңағы азаматтық некеге болмаса не итпен ба, бәле батырмен үйленіп жатқан бірден бір себебі не? Жауапкершілік алмайсың да. Енді көшеде жүргенде басқаша ғой енді. Үйленетін кезде үйленетін қыз керек еді деп шығар. Сіздерді жағалап жүргендердің жасы көбіне қай жастағылар? Сөзін тыңдап жүрген ағаларымыз да айтты, ойнас қылды, бала тап деген бір. Енді біз мынау өзенді бұлғап кейін барып тазалаймыз деген. Біздің ата-аналар осыны түсінбейді. Біз ертең балам күшті болып кететін сияқты. Болмайды ол күшті. Қазір әйел болатын қыз қалмады деген әңгімені көп естідік. Онда дұрыс күйеу болатын жігіт те жоқ. Қыз көрерлік деген дәстүр бар да. Бала мен ата-ананың арасында қарым-қатынасқа да жақын. Біздің қазақтың жігіттері Құдайдан өзіне не керегін сұрауды да білмейді. Құда түсіп қояды, сен қызың балаң таный ма, оны танымай ма? 25-дегі жігіт қазір түк бітіріп жүрген жоқ. Себебі біз енді мынау мүмкіндігі шектеулі, мынау жесір. Ағын екемен етегінен ұстағанда тұрған ештеңе жоқ. Бізде жоқ сияқты. Сосын біз тексіздік деген сол. Шайдан артық тамақ асып, ет асып, мал сойып, қазақтың жайы бар. Ол жерде онда жүрмейді. Оны жаңа ақ итке көк ит шығып, жаман сөзіңді айтып қарғап кеткеннен гөрі бақыт тіле енді. Өйткені жақсы жарыма істейді.